блокпост DecoX PoE үйге арналған толық Wi-Fi 6 меш жүйесі Power over Ethernet қолдауы бар дейді. Бұл ресми сайттан алынды. Қараңыздар, мысалы Қазақстан Республикасының көлемінде Wi-Fi.доступа TP-Link Deco X50 3 pack дегені 3 бөлшектен тұратын сатып алу. Мысалы бағасы 150 мың теңге көлемінде екенін көресіздер. Бұндай құрылғының бағасы неге қымбат және неге алуға тұра ма деген сұраққа осы видеода жауап беруге тырысамыз. Енді бұл жерде нені көреміз? Мысалы бірінші ресми сайтына барайық. Бұл жерде орыс тілінде берілген, біз оны қазақ тіліне аударамыз. Міне, осыны веб парақшадан қазір танысамыз. Қараңыздар, түрлі сценарийлер үшін Wi-Fi торын қосыңыз. Wi-Fi mesh деген не екенін қараймыз. 6 класстағы Wi-Fi жүйесі дейді. Міне, потолокқа оны қабырғаға қоюға болады. Одан кейін оның қамту аймағы өте үлкен, көп құрылғыларды қамтиды дейді. Wi-Fi 6 жүйесін қолдайды. Ол жерде 2 жолақты бір-бірімен байланысы, мысалы құрылғылармен байланысы 3 гигабит секундқа дейін болуы мүмкін дейді. Одан кейін әрбір құрылғыда міне 2,5 гигабит секундтық порттар бар дейді. Біреуі 2,5 гигабит, біреуі 1 гигабиттік порт. Одан кейін оны қоректендіру жүйесі, мысалы Power over Switch қоректендіру коммутаторлар арқылы тоқ берсек болады. Бұл жерде қосымша қуат адаптерін орнатпай-ақ пайдалансақ болады. Яғни мысалы 3 құрылғыны сатып алатын болсақ, оның үшеуіне 3 кабельді осы PO switchtан тартамыз. Одан кейін олар қоректенеді және біздің мысалы үйдегі барлық аймақты Wi-Fi мен қамтамасыз етеді. Мысалы үлкен ғимарат деп есептейік және ол жерде бір бөлмеге бір точканы қоямыз. Төменгі қабатқа немесе жертөлеге басқа жаққа тағы екіншісін қойға болады, жоғары жағына тағы біреуін. Осылай бүкіл аумақты Wi-Fi мен қамтамасыз етуге болады. Және оның бір артықшылығы, бұл жерде құрылғылардың жаңағы біздің Wi-Fi-дің атының біреу ғана болуы. Мысалы бұл жерде Deco X PoE деп аталынатын атпен Wi-Fi тұр. Міне бірінші қабаттан екінші қабатқа қарай жылжыған кезде бұл жерде аты ауыспайды. Қараңыздар. Сол Wi-Fi-ға өзі автоматты түрде ауысып, құрылғы келесісіне қосылып кетеді. Ал егер бұрынғы, яғни классикалық traditional router дейді, міне ол жерде кеңейтетін немесе екінші басқа роутер қоятын болсақ, екіншісін, онда қараңыздар, Wi-Fi-дің аты ауысады. Бірінші home routerде тұрады, ол кішкене нашарлағаннан кейін ол үзіліп кетеді екінші қабатқа барғанда. Және бұл жерде міне router extension немесе екінші роутерге қосылады. Бұл жерде осылай Wi-Fi-дің аты ауысады. Ал біз бұл жағдайда, осы mesh технологияны қолданатын болсақ, бір ғана Wi-Fi және кез келген нүктеде бір Wi-Fi атымен өзі автоматты түрде ауысып, тез жұмыс жасайтын болады. Енді осыны тереңірек қарастырайық. Бұл жерде қос диапазонды Wi-Fi деген екен. Егер кейбір осындай терминдер түсініксіз болса, төмен жағына барып түсіп көруге болады. Мысалы, қос диапазонды Wi-Fi деп отырғанымыз dual band Wi-Fi. Бұл бір Wi-Fi жүйесінде 2 жиілік диапазоны жұмыс жасайды, 2,4 ГГц пен және 5 ГГц, 2 жаңағы радио толқындардың жиілік диапазоны. Осыны қолдану арқылы жылдам әрі тұрақты интернет ұсынатын технология. Бұл жерде AX3000 деп аталуының себебі шамамен 3 гигабит секунд, яғни 2400 мегабит секунд жылдамдығы екен. Бұл жерде 5 ГГц радио толқындардың жылдамдығы. Ал 2 ГГц-тегі құрылғылар, олар 500 мегабит секунд жылдамдықта осы құрылғымен алмасады деректерді. 2,4 ГГц бұл кең ауқымды, яғни үлкен аймақты қамтитын радио толқын жиілігі болып саналады, бірақ оның жылдамдығы кішкене төменірек. Бұл жерде жаңағы смарт үй құрылғылары Internet of Things немесе қарапайым интернетті қолдау үшін пайдалы. Ал енді 5 ГГц жиілік бұл осы Wi-Fi нүктесіне жақын жерде орнатылады. Себебі оның қамту аймағы аз болады, яғни жақын орнатылу керек. Ол жерде бірақ жоғары жылдамдық болады. Міне, жоғары жылдамдық бұл жерде HD немесе 4K, 8K бейне көру, видео көру, немесе онлайн ойындар, cloud computing, cloud gaming, онлайн ойындарды ойнау осы 5 ГГц жиілікпен жасалғаны дұрыс, себебі өрде жылдамдық жоғары. Енді мысалға қолдану дейді, үйде бірнеше құрылғы бар дейік, мысалы смарт шамдар, сенсорлар, олар көбінесе осы 2-4 ГГц жылдамдық жеткілікті болуы мүмкін және ұзақ орнатылса болады. Ал енді
ноутбук, смартфон, смарт тивилар осы 5 ГГц диапазонына жақын орналасу керек, және олар жылдам интернет алмасуын алады. Так, POE қолдауы не деген сұрақ туындайтын болса, тағы да осылай келіп танысып кетсеңіздер болады. Міне қазір келеміз. Әртүрлі орнату нұсқалары, жаңа айтып кеткендей, оны үстел үстіне қойса болады, немесе төбеге, қабырғаға бекіту мүмкіндіктері бар. Мына жерде келтіріп кеткендей, міне үйдің дизайнына толықтай келеді, кез келген жерге орнатуға мүмкіндік берілген. Одан кейін POE қолдауы дегені, қараңыздар, кейбір кісілерге осы түсініксіздеу болып жатуы мүмкін. Қарапайым тілмен айтатын болсақ, тағы да осы былай жасайық, мынаның біреуін қазір шатаспас үшін. Так, кішкене төмен қарай түсейік. Қараңыздар, мысалы POE switch, мысалы POE коммутатор, бұл жерде осы біздің құрылғыларды қоректендіруге толықтай қабілеті бар. Бұл жерде мысалы төбеге немесе ұзақтау жерге, шалғай жерге қоятын болсақ, ол жерге тоқ кабелін тартып жатудың міндеті қажет емес. Бұл осы тек қана Ethernet кабелінің арқасында қоректенеді, және интернетті де, деректерді де бір кабель арқылы тасымалдап жұмыс жасай береді. Енді бұл жерде кейбір порты 2,5 гигабит деп жаңа айтып кеттік. Демек ол жерде осы свитчпен ақпарат алмасу, одан кейін ары қарай басқа құрылғыға беру жылдамдығы өте жоғары болады деген сөз. Тағы да мына жерде жазып кетті. Мысалы үздіксіз меш деген не деген айтатын болсақ, жаңа көрсетіп кеткендей, мына жерде міне қараңыздар, үздіксіз меш деген мына жерде жазылған, бір Wi-Fi атауымен үздіксіз роуминг, TP-Link Mesh декі құрылғылары бірігіп бірегей желі жасайды. Яғни бір ғана сеть болады, Wi-Fi сеть болады сіздің бүкіл жаңағы аймағыңызда. Сіз үй ішінде қозғалғанда телефон немесе планшет ең жылдам декоға автоматты түрде қосылып, үздіксіз Wi-Fi тәжірибесін береді. TP-Link Mesh туралы көбірек білу үшін міне мына жерде сілтеме қалдырылған екен. Бұны да қазір қазақ тіліне аударуға ұсынса аударамыз. Мен оны кішкене аударып та қойған болуым керек. Міне, мысалы мынандай үлкен аумақ, үлкен үй деп есептейік. Оның ішінде жертөле бар, ауласы бар, немесе гаражы бар. Осы жерге мысалы міне 3 нүктені қоямыз, 1 нүкте, одан кейін аулаға 1 нүкте, және гаражға 1 нүкте. Және бұл жерде үздіксіз роуминг пайда болады. Адам қай жаққа ауысса да, міне біздің меш жағдай, бір home деп аталынатын Wi-Fi аты, қай жерге барса да осы Wi-Fi-да қолдады, және ол керекті құрылғыға автоматты түрде өзі ауысып кетеді. Міне өзін өзі қалпына келтіру, өзін өзі автоматты түрде ауысу, осылай іске асады. Қазір енді технологияның дамып кеткені, мына ДК технологиялардың бары осы Wi-Fi мешті қолдайды. Үй бойынша қамту дейді, ақылды роуминг, бір Wi-Fi аты, біріккен басқару, оның барлығын басқару өте оңай. Себебі мен сіздерге қазір көрсетейін, қараңыздар, мына жерде кішкене төмен қарай түсетін болсақ, мына жерде орнатуды келтірген екен. Мысалы мынаны әрине түсінікті, төбеге қатырамыз, одан кейін кішкене мынаны басып дөңгелете салсақ болды, одан кейін кабельдерді қосып сигналды таратамыз. Міне мына жерде орнату жайлы жазған екен, өте оңай орнату. Жай ғана деко қосымшасын, деко құрылғыларын қораптан шығарыңыз, қолданбаны орнатыңыз. Қолданба деп отырғаны деко бағдарламасы, application қосымшасы, ол мына жерде төменде келтірілген болатын. Мұны қадымғы Play Market'тен немесе Apple Store'дан Apple'ға келіп TP-Link деконы жүктеп аламыз. Одан кейін экрандағы нұсқаулықтарды орнатыңыз дейді. Бұл жерде бар болғаны дали нүктесін басып атасыз. Ол сізден сұрайды, Wi-Fi-ларыңыздың атын қалай қойғыңыз келеді, және құпия сөзді, кілт сөзді, парольді қалай қойғыңыз келеді. Соны орнатасыз, сонымен деко орнату бітеді. Шынын айтқанда, және 3 құрылғы бір ғана телефонмен басқарылып, бір Wi-Fi аты болады, бір пароль болады. Ол жерде жаңағыдай пайдалану шын айтқанда өте оңай болады. Бұл жерде осы TP-Link'тің үй қолданушыларына арналғаны осы себепті. Яғни осы жерде басқаруы, интерфейсі өте қарапайым. Сонымен қатар бұл жерде қосымша функциялар бар. Міне мына жерде жазып кеткендей, желіні қорғау, кибер қауіптерді анықтайды, және барлық қосылған құрылғыларды қорғайды. Бұл жерде зиянды сайттарды блоктау мүмкіндігі бар. Енді бұны қосу үшін мына жерде қазір мен бір терминді келейін, кішкене қайтадан жоғары барайын. Міне Home Shield деген терминмен қазір танысамыз. Шабуылдан қорғау үй желісінің сканері дейді. Сонымен қатар ата-ананың бақылауы, желіде өткізілген уақытты шектеу, және орынсыз веб-сайттарды блоктау. Әртүрлі жастағыларға арналған әртүрлі профильдер, балаларға мысалы басқа профайл жасауға болады. Содан кейін олардың қарайтын сайттарын мазмұнын сүзуге болады. Интернеттің уақытын шектеуге болады. Мысалы 22:00-ден кейін интернетті өшіріп тастауға болады. Интернетке қол жетімділікті
жаңағыдай басқаруды кеңейту. Одан кейін енді quality of service деген екен, бұл кішкене жоғары деңгей болып саналады, оны үйде қолданып жатуы екі талай. Және де үйдің желісінің жұмысын жақсырақ түсіну үшін терең статистика дейді, пайдаланушылардың қорытындысы, кімдер қалай қолданып жатыр, қандай сайтқа кіріп жатыр, интернетте өткізілген уақыттарды талдау, кірген сайттардың тарихы дейді, соңғы құрылғылар туралы ақпарат дейді. Енді қараңыздар, бұл енді шынымен айтқанда бизнесте кездесетін осындай бақылау, аналитика, есептер жағына кетеді. Енді бұны шын айтқанда мына Deco'ны сатып алып, орнатып, бұны тексеріп көруге болады. Ол үшін бізге Home Shield керек. Home Shield туралы толығырақ білуге болады. Мына жерде келген сілтемені басып. Немесе мына жерде қарапайым осы Википедияның немесе ChatGPT'дің анықтамасын қарайық. TP-Link'тің Home Shield'ы бұл желіні толық қорғау, ата-ана бақылауы және IoT құрылғыларының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін кіріктірілген, яғни осы құрылғылармен бірге келетін қауіпсіздік жүйесі. Ол Deco сияқты заманауи Wi-Fi жүйелерінде жұмыс істейді дейді. Үй желісін кибершабуылдардан, зиянды сайттардан және күмәнді құрылғылардан қорғайды дейді. Оның қызметі жаңа айтып кеткенде желіні қорғау, зиянды сайттарды кіруге тосқауыл қою, ата-ана бақылауы, балалардың интернет уақытын шектеу, мазмұнын сүзгілеу, желі статистикасы жаңа оқып кеткен. Айырмашылығы бұл мысалы бұрынғы дәстүрлі классикалық роутерлер, олар тек қарапайым бренд малвер ретінде жұмыс істеді дейді. Ол да тамаша, яғни интернеттен қорғады және Wi-Fi-ды парольмен қорғады. Алайда TP-Link'тің Home Shield'ы бұл қосымша контент сүзгісі, қауіпсіздік жаңартулары және IoT қорғауы бар дейді. Мысал қолдану дейді, үйде бірнеше бала интернет қолданады делік дейді. Home Shield арқылы баланың телефон уақытында лимит орнатуға болады. Мысалы 22:00-ден кейін интернет жоқ. Smart TV үшін балаларға қауіпсіз режим қосуға болады дейді. Смарт камераға бөгде біреу кіріп, оны қосылып қарауға тырысатын болса, жүйе автоматты түрде сізге хабарлама береді. TP-Link Home Shield бұл жай ғана Wi-Fi емес, бүкіл үй интернетін қауіпсіз әрі бақыланатын етуге арналған шешім дейді. Ол әсіресе отбасы, мектеп және IoT құрылғылары үшін тиімді болуы мүмкін дейді. Және де бұл технологияның, енді қараңыздар, мына жерде толығырақ келіп өздеріңіздер таныссаңыздар болады. Так, жаңа корпус бұл орнатуды жаңа айтып кеттік, өте шынымен ақ оңай. Так, дауыспен басқаруға болады дейді, бірыңғай желі дегенді жаңа айттық. Так, мына жерде міне мысалы ескертулер келтірілген. Бұлармен де танысып кетсеңіздер болады. Қазір мен жағда жоғары жағына келейін және қазақша берілген мағлұматтарды кішкене танысып көрейік. Әмбебап үйлесімдік деп отырғаны бұл ескі технологиялар, ескі құрылғылар болса да олардың барлығын қолдайды. Және де провайдерлердің кез келген модеммен жұмыс істейді дейді. Бұл құрылғыларды шынымен айтқанда сатып алсаңыз, орнату өте оңай. Шынымен тағы қайталап айтып кетейін, тек қана Deco'ның осы приложениесін жүктеп аласыз, одан кейін қадам-қадаммен нұсқаулықтарды орындайсыз және сіздің Wi-Fi-іңіз дайын деп айтсақ болады. Енді тек қана бір нәрсе, жаңағы үй қолданушыларының қиналуы, кішкене күрделі болып көрінетін аймағы, ол мына жердегі жаңағы switch мәселесі болуы мүмкін. Коммутаторды қалай таңдаймын? Так, қазір кішкене тауып алайық. Міне коммутаторды қалай таңдаймын және оларды қалай қосамын деген. Егер сіздің үйіңізде мысалы Ethernet кабельдері тартылған болса, оны switchке қосу өте оңай. Мысалы сіздер 1 гигабит секундтық PoE switch іздейсіздер интернеттен немесе жаңағыдай сайттардан. Одан кейін міне мынандай бір қарапайым коммутаторды сатып алсаңыздар болады. Тағы да TP-Link компаниясының міне мысалы 5 порттық PoE switch'ін көреміз. Міне осындай switch. 3 құрылғыны қосамыз және интернет портты қосуымыз мүмкін. Енді 5-тік емес 8 порттығын сатып алған дұрыс шамалы артығымен. Так, тағы не айтуға болады бұл жерде? Wi-Fi 6 технологиясын қолдайды деген екен. Wi-Fi 6 технологиясы не деген сұрақ туындайтын болса, кішкене тағы да терминдерге келіп танысайық. Қараңыздар. Wi-Fi 6 бұл негізі Wi-Fi Alliance, ол осы IEEE жаңағы бүкіл әлемдік стандарттау технологиясында 802.11ax деп аталынатын технология. Бұл жаңағыдай IT тілімен айтатын болсақ, бұл заманауи сымсыз байланыс стандарты. Сымсыз технологиясының дамып жатқанын білдіреді. 5-ші буын, 6-ші буын, одан кейін тіпті 7-ші буын кетіп жатыр. Бұрынғы Wi-Fi 5-ке қарағанда ол IC деп аталынатын стандарттың жетілдірілген нұсқасы. Wi-Fi 6 жылдамдықты ғана арттырып қоймай, бір уақытта көп құрылғыны тиімді қолдануға арналған.
Оның негізгі мүмкіндіктері жоғары жылдамдық, яғни бұл жерде 3 гигабит секунд жылдамдыққа дейін хабарды таратады, және құрылғылардың арасында да 3 гигабит секунд жылдамдық арасында байланыс болуы мүмкін, яғни Wi-Fi mesh болғанның өзінде. Енді бұл жерде әрине түсінікті, олар жаңағыдай өте арнайы жағдайда тексерген. Мына қараңыздар, екі құрылғының арасында 3 гигабиттік байланыс, мысалы 5 ГГц радио толқынды қолданған кезде осындай жылдамдықпен байланыс алады дейді. Бірақ бұл жерде бір ескертулер қалдырылған, тағы айтып кеткендей, ол жерде ешқандай кедергі болмаған, идеалды жағдай болған. Көп жағдайда бізде түсінікті дуалдар стенада бар, жаңағыдай терезе арасында бір кедергілер болатын түсінікті. Сондықтан бұндай жылдамдықтың болады деп күту қиын. Алайда Wi-Fi-дің дамып келе жатқанын байқаймыз. Көп құрылғыны қолдау дейді. Мысалы OFDMA деп аталатын технологиясы арқылы бір уақытта бірнеше құрылғыға қызмет етеді дейді. Қазір OFDMA туралы да кішкене танысамыз. Енді бұл жаға кішкене күрделі терминдерді қарастырамыз. Қуатты үнемдеу дейді. Бұл жерде TWT деп аталынатын технологияның арқасында құрылғылардың батареясы ұзаққа шыдайды дейді. Үлкен қамту аймағы, сигнал қабырғалардан жақсы өтеді Wi-Fi 6 технологиясында, және тығыз ортада тиімді. Мысалы, көптеген қолданушылар құрылғылар қосылатын болса Wi-Fi-ға, осы 6-шы технология тиімді. Оның неге тиімді болатын себебі де бар. Қазір оны тағы да төмен жақта терминдерден көреміз. Мысалы, айырмашылығы Wi-Fi 5 негізінен тек жылдамдыққа бағытталған шешім болатын, көп құрылғы қосылғанда баяулап кетеді дейді. Ал Wi-Fi 6 жылдамдықпен қатар көп құрылғыны қолдайды, сонымен қатар IoT құрылғыларын қолдауға бейімделген. Так, мына жерде жазып кетті. Мысал қолдану, бір отбасында бірнеше смартфон, ноутбук, смарт ТВ, одан басқа да тағы да құрылғылар бар деп есептейік дейді. Wi-Fi 5 болса, бәрі қосылған кезде интернет баяулап кетуі мүмкін. Ал Wi-Fi 6 болған кезде әр құрылғы жеке арна бөлінеді. Интернет жылдам әрі тұрақты болады дейді. Wi-Fi 6 бұл жылдамдықты арттырумен қатар көп құрылғыны қолдау үшін жасалған жаңа буын Wi-Fi, әсіресе үлкен отбасылар, мектептер және кіші кеңселер үшін өте маңызды болуы мүмкін депті. Мына жерде 1024 QAM Quadrate Amplitude Modulation деп аталынатын осы Wi-Fi 6-та қолданылатын технологияны қарастырған екен. Бұл деректерді тиімдірек жеткізу үшін қолданылатын модуляция әдісі, яғни модуляция деп отқанымыз сигналдарды түрлендіру. Қарапайым тілмен айтқанда, бір символға көбірек дерек сыйдыру арқылы Wi-Fi жылдамдығын арттырады. Міне осындай осы жаңағыдай технологиялардың арқасында, модуляция әдістерінің арқасында сигналдардың жаңағыдай не дейміз, жаңағыдай оны модуляциясы, одан кейін оны шифрлау, кодтаулары өзгертіп жатыр, символдары яғни өзгертіп жатыр. Сөйтіп бұл жерде бір толқын барғанның өзінде көп деректі тасымалдау арқылы жылдамдықты арттыруға мүмкіндік береді. Ол 25%-ға дейін жоғары өткізу қабілетін береді. Соның арқасында жаңа көріп кеткенде міне 3 гигабит секунд, 500 мегабит секунд дегендердің жылдамдықтың барының артуы осындай технологиялардың қолдануы. Тиімді сигнал қолдану бірдей жиілікте көбірек ақпарат беріледі дейді. Так, мына жерде мысал қолданып жазып кеткен екен. Үйде Wi-Fi 6 роутер қолданып жатыр делік. Біздің жағдайымыздағы осы Deco X50 деген. Егер Netflix арқылы сіз 8 кей фильм көріп отырсаңыз, осы 1024 QAM бейненің жылдам әрі кідіріссіз жетуін қамтамасыз етеді. Немесе Cloud Gaming ойнағанда кідіріс азаяды дейді. Яғни сіз онлайн ойындар ойнасаңыз, мысалы CSGO ойнау мүмкін, жаңағыдай World of Warcraft, жаңағыдай ойындар көп қой, қазіргі таңда онлайн ойындарда ойнайды. Солардың кідіріссіз жоғары жылдамдықта жұмыс жасауын қамтамасыз ету үшін осы технологиялар көмектеседі. Жалпы айтқанда жылдамдықтың тұрақты әрі оның арнасы кең болуы және де үздіксіз болуын қамтамасыз ететін технологиялар деп айтсақ болады. Енді біздің осы Deco X50 моделі мысалы Wi-Fi технологиясының Key, одан кейін VA деп аталынатын технологияларында қолдайды деген екен. Бұны енді даже не екенін оқып кетсек, Wi-Fi желісінде құрылғылардың бір access point-тан екіншісіне ауысуын, роумингті, яғни жаңа көріп кеткендей, мына жерде бізде роуминг болған болатын. Қазір кішкене көрейік. Міне бір құрылғыдан екіншісіне ауысатын жағдайы роумингі жылдам әрі үздіксіз етуге арналған IEEE стандарты, Wi-Fi технологиясының стандарты. Яғни сіз үйде немесе кеңседе жүріп бара жатып, Wi-Fi сигналдары арасында ауысқанда байланыс үзілмейді дейді. Осы технологиялардың арқасында
қолдану мысалы, егер сіз үлкен кеңседе Wi-Fi арқылы Zoom қоңырау шалып жүрсеңіз, мысалы мына жерде сіз онлайн ойын ойнап жатсаңыз да, тіпті немесе біреумен видео байланыста болсаңыз, Skype, WhatsApp, олай болса, қараңыздар, сіздің бұл жерде осы KVR технологиясы бір access point-тан екіншісіне өту кезінде қоңыраудың үзілмеуін қамтамасыз етеді. Яғни сіз интернеттің жаңағыдай үзіліп кетуін байқалмайсыз. Енді өте жоғары талаптарға сай келеді деген екен. Сол сияқты үйде Деко немесе Aruba сияқты меш желілерінде роуминг кезінде фильм тоқтамай жалғаса береді дейді. Енді барынша дамып көтеріліп келатыр дегенді білдіреді. Бұл қазіргі заманғы Wi-Fi меш және корпоративтік желілерде үздіксіз роуминг үшін өте маңызды дейді. Оны қолдамайтын құрылғыларда роуминг баяу жүріп, қосылу кезінде бірнеше секундтық үзіліс болуы мүмкін дейді. Бұл жерде маңызды бір ескертулер жазылып кеткен. Мысалы, осы технологиялардың жұмыс жасауы үшін оны екінші құрылғыларда қолдау керек. Яғни ескі құрылғылар оны қолдамаса, екі жақты да құрылғы қолдау керек. Яғни мысалы сізде iPhone-ның соңғы модельдері болса, әрине бұл технологияны қолдайды. Ал енді iPhone немесе Samsung телефондары немесе ескі лаптоп, ноутбуктар болатын болса, бұл технологияларды қолдамауы мүмкін. Енді мына жерде OFDMA деген технология туралы айтып кеткен екен. Бұл да осы Wi-Fi технологиясының бір арнасын бірнеше кіші арналарға бөліп, әртүрлі құрылғыларға бір уақытта қызмет көрсетуге мүмкіндік беретін әдіс. Қарапайым тілмен айтсақ, бір жолақты магистральды жолды, үлкен дәу жолды бірнеше кішкентай қолайлы жолақтарға бөлу сияқты келтіруге болады. Енді бұл жерде қарапайым түсініктеме, қолдану мысалдары келтірілген екен. Қолдану мысалдарын оқып кетейік. Үйдегі ондаған ақылды құрылғылар, бірнеше құрылғылар бір уақытта жұмыс істеген кезде барлығы осы OFDMA-ді қолданып, интернетке үздіксіз қосыла алады. Көпшілік орындарда, мысалы әуежайда, кеңсе немесе мектепте мұнда жүздеген құрылғы бірден Wi-Fi-ға қосылған кезде олардың үзіліп кетпей тұрақты жұмыс жасау үшін тағы да осы Division Multiple Access деп аталынатын технология көмектеседі. Ойын кезінде пингтің төмен болуы және бейне қоңырауда кідірістің азаюына көмектеседі. OFDMA Wi-Fi 6-ның негізгі жаңалығы, ол желіні тиімді пайдаланып, көп құрылғы бір уақытта қосылғанда да жылдам әрі тұрақты интернет ұсынады дейді. Енді шын айтқанда осы соңғы құрылғылардың неге қымбат болуын осылай түсінуге болады. Мысалы, кейбір үйдегі қазіргі қолданатын TP-Link-тің басқа Wi-Fi роутерлері немесе жаңа Kinetic болсын, енді шын айтқанда арзан нұсқалары осындай жаңа технологияларды қолдамауы мүмкін. Сондықтан бұл соңғы шыққан нұсқалары әрине осындай технологияларды қостық дейді. Соның арқасында біз осы бағасы қымбат болуына байланысты дейді. Енді сонымен қатар бұл құрылғылар міне мынау MIMO деп аталынатын технологияны да қолдайды. Бұл жерде multiple user, multiple input, output. Яғни бұл Wi-Fi маршрутизатордың бірнеше құрылғыға бір уақытта дерек жібере алатын технологиясы. Multiple input, multiple output. Қарапайым тілмен айтқанда, бір уақытта бірнеше адамға бөлек арна беру. Қызметі бірнеше қолданушыны қолдау дейді. Яғни қараңыздар, бірнеше құрылғы деректерді бір уақытта алады, жылдамдықты жоғалтпайды. Әр құрылғы өзіне тиесілі өткізу қабілетін пайдаланады. Ойын, бейне қоңырау кезінде кідірісті азайтады. Қарапайым түсініктеме айтатын болсақ, бұрынғы Wi-Fi құрылғыларында single user, multiple input, multiple output болған. Яғни MIMO дегеннің өзі негізі кейінгі шыққан технология болып саналады. Бұл жерде бір уақытта тек қана бір құрылғыны ғана қолдап деректер жібере алатын дейді. Ал енді MU, multiple user жағдайында роутер бірнеше құрылғыға бір мезетте ақпарат жібереді. Бұл мысалы жаңағы бір ғана даяшы официанттың бір ғана адамды қызмет көрсетуіне ұқсайды дейді, single user жағдайы. Ал бүгінгі заманауи multiple user бұл жерде бір уақытта бірнеше үстелге қызмет көрсеткендей көрінеді. Яғни бұл жерде бір ғана даяшы емес, бірнеше даяшы қатар барады деп айтсақ болады. Қолдану мысалы, қараңыздар, үйде бірнеше құрылғы бір уақытта фильм көріп, ойын ойнап жатқан кезде, кеңседе ноутбуктар мен телефондар бір уақытта бейне конференция жасағанда, Wi-Fi камералар, басқа да құрылғылар осы үздіксіз бейне ағынын қолдану жағдайында multiple user, multiple MIMO технологиясы барлығына көмектесіп жаңағыдай жұмыс істеуіне мүмкіндік береді. Сонымен қатар Wi-Fi-дің тағы да BSS Coloring деп аталынатын технологиясы бар екен. Оны өздеріңіз мына жерде оқыңыздар, қарапайым тілмен түсінуге болады. Өте қарапайым жазылған. Енді TP-Link-тің бір қызық жағдайы, мен сіздерге айтайын, ең қызық жағдайлары қараңыздар. Өзінің ресми құжаттамасында кішкене жоғары көтеретін болсам, қараңыздар, мынандай белгішелерді ылғи көресіздер сіздер.
міне 6 дейді, 2 дейді, одан кейін 4 дейді. Немесе бұны жаңағы ағылшын тілінде тіпті қызық жазылған. Мына жерде мысалы 3 деп жазылған. Мысалы мен сіздерге қазір ағылшын тіліндегісін тауып көрейін. TP-Link Deco X 50. Мысалы TP-Link'ті ресми сайтына барайық және ағылшынша нұсқасын көрейік мысалы. Мына жерде барлығы біздің Қазақстанға негізделіп жасалған сияқты. Жарайды, айтайын дегенім осындай белгішелер пайда болған, белгішелер қойып кеткен. Оның барлығы нені білдіреді? Қараңыздар, бұл жерде бұның барлығы ескертулер. Wi-Fi 6-ның жаңағы біз айтқан технологиялардың барлығын функцияларды қолдау үшін бұл жерде тек қана біздің құрылғы емес, сонымен қатар клиент құрылғыларда осы функцияларды қолдау қажет. Сонымен қатар мысалы кейбір жоғары жиілік жолағы кейбір елдерде аймақтарда шектеулі болуы мүмкін. Және олар осы 5 ГГц-тік диапазонда қолжетімсіз, яғни оны жауып тастайды. Мына жерде жазып кеткендей, клиент құрылғыларында осы жаңа технологияларды қолдану керек. Сондықтан біздің қолданып жүрген қазіргі заманауи ноутбуктар немесе телефондар тіпті осы технологияны әлі қолдамауы мүмкін кейбіреуі. Мына жерде жаңағы 2,5 гигабит секунд интернет жылдамдығы үшін сәйкес қызмет жоспары мен жабдық қажет дейді. Түсінікті. Бұл жерде қараңыздар, сіздер тек қана сіздің интернет сервис провайдеріңіз әкелетін интернет сервис провайдерлер мынандай құрылғы қояды сізге. Соның артында мынандай порттар бар. Мысалы мына жерде оптикамен келген. Одан кейін осы құрылғылардың өзі де 2,5 гигабит секундтан асу керек. Әрине түсінікті. Көп жағдайда 1 гигабит болады. Сондықтан бұл технологияны қолдамай жатады. Яғни сіздің сатып алатын мына жердегі свитчіңізде қазір көрейік. Мына свитч порттары да көп жағдайда 1 гигабит секунд болады, және олар 2,5 гигабит секундта әрине асып кете алмайтын түсінікті. Сонымен қатар Home Shield туралы жазып кеткен екен. Бұл тегін негізгі жоспарды қамтиды. Яғни бұл жерде қарапайымдау шешімдер болуы мүмкін. Алайда Pro жоспары арқылы ол жерде ақылы болуы да мүмкін тіпті. Ол үшін тереңірек қарау үшін TP-Link'тің Home Shield сайтына келіңіз деген екен. Не жазғанын көрейік. Try again. Желіге қосылған барлық құрылғыларды қорғаңыз. Барлық Home Shield маршрутизаторларында және Deco Mesh өнімдерінде қолжетімді қызмет дейді. Егер Deco құрылғысы болса, онда сізге қолжетімді болуы мүмкін дейді. Бұл желі қауіпсіздігі, ата-ана бақылауы, қызмет көрсету сапасы және егжей-тегжейлі есептер бар барлық қауіпсіздік сценарийлерін қамтиды дейді. Интернетке қауіпсіз кіру арқылы өміріңізді көбірек бақыт әкеледі дейді. Қалай қолдану үшін YouTube-тан веб парақшаны қарап көріңіз. Мына жерде міне жазған екен. Қандай қызмет? Неліктен Home Shield ол сіздің барлық мәселелеріңізді шешеді дейді. Жеке ақпараттың ағуынан қорғайды, вирустық инвазия, яғни вирустың кіріп кетуінен қорғайды. IoT құрылғыларына жасалған шабуылдардан қорғайды. Камералар, сенсорлық шамдар, жаңа айтып кеткендей, бүгінгі таңдағы интернетпен жұмыс жасайтын ақылды құрылғыларға кіріп кетуді қорғайды дейді. Интернетке тәуелділік, яғни шектеу, мысалы баланың уақытын шектеу осындай мүмкіндіктер береді дейді. Кешенді қорғау дейді. Барлық құрылғыларды қорғайды. Smart Home және ол жердегі құрылғылардың барлығын қорғайды. Барлық жерде қорғайды. Желінің қауіпсіздігі 100% кепілдік дейді. Енді жарнамасы әрине керемет. Шынын айтсам, енді түсінікті, бұны біз бір үйге қойғанбыз. Енді бір қойғанбыз бұны, мысалы мен қазір айтайын сіздерге. Дәл осы модельді үйге қойдық. Енді ол жердегі басты мақсат негізі шын айтқанда жаңағы Wi-Fi Mesh, үздіксіз Wi-Fi желісі, одан кейін қауіпсіздік және жылдамдық болды. Негізгі мақсат және бір бизнес орталығында, мына жерде бір сурет болатын, үлкендіру. Қазір мен жоғары көтеріп көрейін. TP-Link'тің мынандай мысалы нұсқасы қойылды. Бұл жерде жаңағы кабель тарту мүмкіндігі шектеулі болғандықтан осындай екі Wi-Fi Mesh жүйесі сақталды, жаңағыдай қойылды. Және ол жерде қандай болды? Бір құрылғы мысалы бір жерге орнатылды, екіншісі содан Wi-Fi-ды алып ары қарай күшейткіш ретінде қосылды. Яғни Wi-Fi Mesh бұл жерде бірінші құрылғы кабельмен қосылған көріпсіздер, алайда екінші құрылғы ол жерде кабельмен емес, осы Wi-Fi-дың сигналын алып ары қарай күшейтті. Бұл енді кішкене дұрыс емес, шамалы шектеулер болуы мүмкін, Wi-Fi сигналдың жоғалуы, нашарлауы байқалуы мүмкін. Алайда екі құрылғы да кабельмен қосылатын жағдай, бұл жерде магистралды желі, жаңағыдай магистрал
cable ethernet cable backhaul деп айтып жатады. Екеуінің де кабельмен қосылатын жағдайы негізі дұрыс және ұсынылады. Оны біз басқа видео сабақта айтқан болатынбыз. Жалпы айтайын дегенім, болды, бізді осы жерде қорытындыласақ болады деп ойлаймын. Үй үшін арналған бұл шешім өте керемет. Бір Wi-Fi желісін бесшовный Wi-Fi жасауға, Wi-Fi үздіксіз меш жасауға мүмкіндік беретін керемет құрылғы. Егер пайдалы болса лайк басыңыздар, бөлісіңіздер. Келесі видеода кездескенше.